қол бос. Кітап, 1000 кітап, 1000 видео, үйдің шаруасы, спорт. Не заказ бересің, сол алдыңнан шығады. Нешеде тұрып, нешеде жат тұрсың, шындығын айтшы. 8-де. Жат тұрасың. Тұрам 8-де. Нешеде жатасың? 12-ден асады. Енді сен өзіңе қастандық жасап жатқан адамсың да. Мен саған жаманшылық тілемеймін. Не істейсің бүгіннен бастап? Не істеу керек? 6-да тұрам. Бүгін нешеде жатасың? Ұйқы келгенде нешеде тұрасың? 6-да. Қалай тұрасың? Қоңырау соғады. Бірден тұрып. Ол үшін не істейсің? Кім біледі? Өзің графигің қандай? Мен өзім 5:50-де 5:40-та тұрам. Әдетті қалыптасқан да? Әдетті қалыптасқан. Сіздің сабағыңыз 7 күндік бесплатный сабақ. Кімде проблема бар, кім түсінді? Кім жай тұрып жүруші еді? Түсіндің бе түгел? Шыға ғой. Сенде проблема жоқ. Молодец, 5-те тұрып жүрсің, арғай жалғастыра бер. Сен нешеде тұрып, нешеде жат, неше тұрып жүрсің? Түнгі 3-терде, 4-терде ұйықтаймын, 12-лерде, 11-лерде тұрам. Бұл потенциальный ауру. Бүйрегі, бауыры, жүрегі, семіздік, депрессия, диабет, бәрі оңай айтады. Не болды? Вроде мен нормальный да, вроде арақ ішпеймін, темекі тартпаймын, бұның бәрі қайдан келді? Дұрыс ұйықтамағаннан келеді. Ең қауіпті. Түсіндің бе, не істеу керек? Бүгін нешеде жатасың? Бүгін сағат қаншада ұйқым келеді? Жатасың. Сол кезде таңертең неше тұрасың? Азанғы сағат 5-ке тұрам деп өз-өзіме сөз беріп қойдым. 5 слишком неме болады, давай, сағат 6-тан бастайық хотя бы, да? 6-7-ден. 6-тан дейік, а? 6-да тұрып, 6-7. Қалай тұрасың сен? 6-да тұрған кезде сен ұйқың қанған жоқ дейсің? Жоқ. Я білем сондай болады, бірақ риск тұруға тырысам. Ол үшін не істейсің? Сіз айта кеткендей медитация жасау керек. Жоқ. 5 минут. Жоқ. Не істеу керек? Жаттығу жасау керек. Жаттығу жасау, сол резко тұрып. 5 рет, 6 рет төсекке барып шешініп, жатып, қоңырау шыр еткен кезде сен миың ойланбай жатып, мына бейсана миың подсознание ойланбай жатып, сен тұрып кетуің керек. Как подсознание ұстап алса болды, сен ол жібермейді ана құрсауынан. Соны әдетке айналдыру керек болып тұр. Вот 5 рет 10 рет жаттығу жасайсың. Соң ұйқың қанған жоқ. Сен бүгінде мүмкін сағат 3-те жаттың, 6 сағат ұйықтадың. Не істейсің? Тура солай қайталай берем. Сөйтіп 3-4 күні әдет болып қалады. 3-4 күн сағат 9 ұйқың келе бастайды, болды, қалпына келесің. Солай әдет енді болып қалады. күндіз өзіңді қатты қинап жібермеу үшін түсте бір жарты сағат. Артық емес, жарты сағат ұйықтап алу керек. Бір аптаның ішінде бүкіл ұйқыны қалыпқа келтіресің, да? Адамша өмір сүре бастайсың. Әйтпесе зат алмасу процесі бұзылады. Да, мелатонин дұрыс бөлінбейді. Мелатонин бөлінбегеннен кейін сен өзің шындығын айтшы, күндіз былай немене болып жүресің ба? Жабырқап, пассивный болып жүресің ба? Иә, настроение жоқ. Настроение жоқ, өмір деген бір өзімен өзі жынданып, ұрысып, нетіп жүресің да? Көріп отырсың ғой, шынында өйткені мелатонин жоқ, тұз жоқ сияқты. Тамақтың тұзы жоқ, оның дәмі жоқ, өмірдің дәмі болмайды. Мелатонин бөлмеген өмірдің дәмі болмайды. Өзің қастандық жасап отырсың деген сөз. Үйге барып жаттығу жасаймыз. Қашан ұйқымыз келген жатамыз, бірақ таңертең бір уақыт болды, бекітіп тастадық 6. 7 болса 7 жарайды. Саған қиындау болады 7. 1-4 күннен кейін 6-та. Сіз айтқан жаңағы сезімдемін мен. Өзімнен өзім қуанып, жақсы өзім сезінемін. Керемет. Бірақ енді 5 ең оптимальный, ең дұрыс 5-4. Сіздікі керісінше бұзылып кеткен, да? Сондықтан 7-те жатқан дұрыс емес. Сағат 9-да жату керек. 9, 9:30. 9:30, 10. Қараңғы түскен кезде адамның биологиясы соған қалыптастыру керек. Таңертең 5. Бұл менікі емес, бұл нейробиолог ғалымдардың дәлелдеп тастаған еңбегі. Бәленбай 1000 эксперимент жасап. Ерте жатсаң, босқа төсекте жатып уақыт өлтіресің, да? Солай ғой. Бір уақытта жат, бір уақытта тұра алмайсың, кестені сақтай алмайсың. Ағзаны тыңда десең, мына жігіт сияқты шаршағанда жат, ұйқың қанғанда тұр, артық ұйықтап қоясың, көп артық ұйықтап қоясың, аптасына 15 сағат. Одан кейін семіздік, депрессия бәрі келеді, да? Сондықтан бір уақытта тұрамыз, ұйқың келгенде жатамыз. Бірақ соның 7-7,5 сағатқа қалыптастырып алу керек. Медитацияны жасаймыз, жүрек үйлесімі. Жүрек үйлесім жасаған кезде отырып, мына жүрекпен демалу керек. Мынау энергетикалық центр, да? Энергетикалық центр. Мен артынан түсіндірем, адамда 8 энергетикалық центр болады. Мынау 4-ші энергетикалық центр. Мынау асқазанда бар, бүйректе бар, соңген мына пахта бар. Мына 4-ші, мына вилочковая железа дейді. Вилочковая железа, эндокринная железа, мына вилочковая железа жүректе. Соны іске қосу керек.
жүректің өзінің 60 мың нейроны бар. АНС, автономная нервная система, афферентные дифферентные пути дейді. Жүрек пен ми байланысты. Соны байланысқан кезде мидағы бүкіл сенім мына жүрекке түседі. Ол үшін мына жүрек үйлесім медитациясы бірінші баспалдақ. Кванттық әлемге қалай кіру керек? Бағанағы әйелдердің демалғаны кванттық әлемге заказ берген кезде бұл құбылыс, бұл мистика. Соны көресіздер. Не заказ бересің, сол алдыңнан шығады. Әрине мен Эйнштейн болып кетем, Американың президенті болып кетсем деп заказ берсең, ол орындала қоймайды. Америка сені жібере қоймайды. Гражданство алу керек, тағы да сайлау жасау керек, тіл үйрену керек да. Енді лайықты өзіңе сай, жақсы денсаулық, жақсы қарым-қатынас ата-анаңмен, жақсы табыс, жақсы үй, жақсы көлік, балаңның жақсы болуы, өзіңнің жақсы болуы, өзіңнің реально арман мақсаттар жасадың ғой, соның қайсысын заказ берсең, сол келеді. Мен сіздерге айтайын, мен круизға бардым, мен бұрын ойлаған жоқпын, круиз анамыны. Мен 2019-ға арман мақсат жазған кезде жылдың басында кездейсоқ бір Facebook қарап отырдым да, осылай круиз бар екен деген жаза салдым. 2019-дың қаңтарында болатын, бірінші ме екінші қаңтарында жаздым. Менің где-то 120 арман мақсат жаздым. Соның бірізіне круизбен сапар шексем деп. Неге жазғанды өзім білмеймін, көрдім да, менде вообще материалдық мақсат жоқ екен. Вообще дүниелік мақсат вообще жоқ екен. Менде сол кітап жазу, адам тәрбиелеу, қоғамға қызмет ету вообще материалдық қасиет жоқ. Содан кейін мен бір жақсы жылқы алсам, бүркіт саяхаттасам деп жаздым да, круизға барайыншы деп жаза салдым. Содан мынаны қараңыздар. Қыркүйекте менің балам үйленді, кіші балам. Үйленді, үйге келін түсті, бір күн әңгімелесіп отырсам, келін айтады, біздің мама, папа жақында круизға барайын деп жатыр. Қайда барайын деп жатыр? Осылай Европаға. Соң қалжыңдадым, бізді неге апармайды? Бізді апарады. Соң айтады, мамаға айтыңыз. Соң кейін мен әйелім сөйлесті, бара жатыр ма? Біз барсақ бола ма? Ой, давай, инкруз нетіңдер, біз 3 күн, 5-6 күннің ішінде ақшасын төледік те, жаңа жылы кетіп қалдық. Жаңағыны медитация кезінде адам не армандады, сол алдыңнан шығады, қалай шыққан, оны түсіндіру мүмкін емес. Это мистика. Ол үшін кванттық әлемге кіру керек, индукцияға кіру керек, денеден шығу керек. Оны келесі апталарда жасаймыз. Вообще супер, сұмдық оқиғалар бола бастайды, өздеріңіз айта бастайсыздар. Біреу сырқаттан ауыла бастайды, біреу қалаған мақсаттар өзінен өз алдынан шыға бастайды. Өздерінен. Осындай нәрсені жасаймыз да, тек позитивті ойлау жұмыс істемейді. Жүрек үйлесім медитация. Мына жүрек түске қосу керек. Мен өзім бір-ақ ретте осыны жасадым. Бір рет бір самолеттен есімде жоқ, бір жақ ұшып келе жаттым да, Мәскеуден ұшып келе жаттым. Құлағыма немен сабалдым да, отыра салысымен 15-20 минут бойы сол медитацияда. Жүректен демалып, соны кейін миыммен жүрекке сигнал жіберем. Бұл әлемдегі ең қауіпсіз көлік. Ең қауіпсіз көлік. Жер бетіндегі көліктердің ішіндегі ең қауіпсіз, мүлде бұл кездейсоқ бір рет болды. Мен сенімдімін, мен қорықпаймын, бұл самолет ешқашан құламайды деп соны 15 минут бойы жаңа музыка плюс медитация, мен альфа состояниеға кірдім. Жүрегімдегі бүкіл нейрондар мимен байланысты, сигнал жіберді. Біткеннен кейін отырдым, ұйықтап қалыппын. Оянып алдым, компьютерімді аштым, жұмыс істеп. Самолеттің қалай қонғанын білген жоқ. Әдетте самолет қонар кезде бүйтеді, сол кезде бисмилля деп отыратынбыз. Соны вообще қорықпайтын болдым. Әйтпесе 30 жыл бойы біз соны қорқып жүретін болдым. Сондықтан сенімділік ана жүректе болмаса, құр тамақпен айтқаннан ештеңе шықпайды. Баспен ойлағаннан ештеңе шықпайды. Бұл медитацияның бірінші осындай 7-8 түрлі медитация бар. Дыхательный медитация бар. Мен қазір соның бәрін жетілдіріп жатырмын, қазақшаға аударып жатырмын. Аудиоға жазам. Соң кейін сіздермен бірге жасайтын боламыз. Жақсы ма? Давай, болды, осымен жүрек үйлесімін жасадық. Бірінші апта осымен бірінші күн бітті. Қалай ұнаса, солай қол соғамыз. Менің айтайын деген сұрағым, азандан 5:30 тұрасың, бір адамға сол әдет болып келеді. Жұмыстан кеш келесің, бір жерден келесің, бірақ 2 сағат ұйықтайсың, 5 сағат ұйықтайсың, бәрібір сол белгіленген уақытта тұрып кете береді адам. Ал қолың бос, ертең жұмыс жоқ, соны ұйқыны жалғастыру дұрыс па, дұрыс емес па? Белгіленген әдет болған уақытта тұрасың. Қалай тұрсаң тұрып кете бересің, өзіңнен өзің тұрып кете бересің. Енді соны қолың бос болса жалғастырған дұрыс па, дұрыс емес па? Қол бос деген қалай? Өмір қысқа ғой. Қол бос деген сөзді ұқпаймын, қол бос.
кітап, 1000 видео, үйдің шаруасы, спорт, қол бос деген не нәрсе ол? Осы жерде енді физиологиялық тұрғыдан қараған кезде енді адам 7 сағат ұйықтау керек қой. Иә. Ал сен 2 сағат ұйықтадың, 3 сағат ұйықтадың. Ұйқының есесін алу керек. Ұйқының есесін алмасаңыз болмайды ол. Есесін қандыру керек. 3 сағат ұйықтадыңыз ба? Сол күні бір рет допускать етуге болады. Қонақтан келдің, бір жолдан келдің, сол күні 6,5-7 сағат ұйықта. Бірақ қайтадан графикқа кіру керек. Түсте ұйықтап алу керек. Қайтадан графикқа кіру керек. Бірақ обязательно оянған уақытта тұрып жүруің керек. Таңертең бір уақытта тұру, ол биологиялық сағат мида қалыптастырады. Даже мен қазір ешқандай будильниксіз оянамын. Маған будильник просто формальность. Маған будильник керек жоқ. Будильник мына жерде уже. 100 рет, 1000 реттен кейін мына жерге қалыптасып қалады будильник. Оны қалыптастырмасаңыз, 1-де 7-де, 1-де 8-де, 1-де 6-да ми шатасады. Ми шатасады, 1-де былай, 1-де былай болатын болса. Сұраңыз. Балаларды да бірге тұрғызып алу керек пе? Әрине. Балаларды енді кішкентай балалар 16 сағат ұйықтау керек та. Сонан кейін мына 13-ге толмаған балалар 8-10-11 сағатқа дейін ұйықтау керек. Мына негізгі 14-15 жастан кейін адам 14 жаста адамның мына префронтальный миы қалыптасады. 16 Оңын жасөспірім кезде көбірек ұйықтайды, 16 жаста да. 18 жастан кейін 7-7,5 сағат нормально. Балаға, әрине балаға көп ұйықтау керек. Әсіресе сәби көп ұйықтау керек. Бұл мидың тынығуы. Ми тынықпаса адамдардың төбелесуі, біреуге пышақ салып алуы, жол апатына түсуі сол ұйқының кеселінен. Дұрыс ұйқы қанбағанның кеселінен. Ұйқы қанбаған адам ашуланшақ болады. Көп ұйықтайтын адам да ашуланшақ болады. Өмір өзін-өз кінәлайды, көп ұйықтап қойдым, білейін, өмір менің жанынан өтіп жатыр, мен ешқандай өмірден сыбағамды алмай жатырмын, артта қалып қалдым, депрессияға түскіш болады. Өте көп депрессияға түскіш болады. Мына көп ұйықтаған адам. Ал аз ұйықтаған адам ашуланшақ болады. Беті тозады, шаш тез ағарады, әжім көбейеді, ерте қартаяды, зат алмасу процесі бұзылады. Оңен бақытсыз сезінеді, өйткені мелатонин жетіспейді. Мелатонинді уколмен сала алмайсың, тамақпен ала алмайсың. Енді триптофан деген незаменимый аминокислота. Араңызда дәрігерлер бар ма? Дәрігер бар ма? Мен айтқан түсініп отырған шығарсыздар да, дәрігерлер да. Триптофан, незаменимый аминокислота. Ол сыртқы тамақпен келеді, бірақ триптофанды өкіртіп жей алмайсың. Мелатонинді тек қана ұйқымен. Ол бақыт гормоны. Мелатонин толық болмаған адам өзін бақытты сезіне алмайды. Кеттік ары қарай. Дәрігер, мен сөзімді растайсың ба? Растайды. Өйткені бұны әлемдік дәрігерлер, бүкіл әлемдегі, бұл қарапайым академик емес, Гарвард, Стэнфорд университетінің, Йельский университеттің профессорлары, медицина факультетінің профессорларының жинаған, жасаған тәжірибесі. Жақсы ма? Енді былай, бағана айттым, жүрек үйлесімі қазір ұзағырақ болады. Медитация деген нәрсе бар. Тек позитивті ойлап жұмыс істемейді. Қарғаны, мысли позитивно. Медитация болғанда отырып музыка тыңда дейді, жақсы музыка тыңда. Ол мына қабығын ғана білгендер. Негізгі медитация деген, бұл енді йогтар, бәленбай 1000 ғасырдан бері, 1000 жылдан бері йогтардан келе жатқан дүние ғой. Мысалы біздің қазақта қымыз 5,5 жыл бойы қымыз өндіреді. Қымыздың химиялық немесін білмейді, бірақ түйсікпен өндірген. Айранды, құртты түйсікпен өндірген. Мен академик ғалымдармен сөйлесем айтады, біздің аталарымыз не деген данышпан болған дейді. Мысалы биенің сүті, ол альбумин. Ол ешқашан қойыланбайды, ашымайды, ұйымайды биенің сүті. Су сияқты тұрсаң, бір ай қойып қойыңызшы ыстықта, тұра береді. Ал ешкінің, сиырдың, түйенің сүті қойыланып қалады. Айран болып қалады. Ал биенің сүті айран болмайды. Енді соған мына қозының мәйегін, ұлтабарын салып, одан ұйытып, содан кейін оны пісіп, кислородный обогащение жасап, одан қымыз жасау, енді адамның ақылына сыймайтын нәрсе. Оны ғалымдардың ақыл жетпеген нәрсені осыдан 5,5 жыл бұрын біздің сақтар жасап шығарған. 5,5 жыл бұрын. Дәл сол сияқты йоганы индиялықтар бәленбай 3-4 мың жыл бұрын ойлап шығарған. Бірақ ғалымдар қазір дәлелдеді медитацияның құдіретінің кереметтілігі. Өйткені медитация кезінде не болады? Медитация кезінде біздің миымыз мына альфа состояние, дельта состояние, бета состояние деген состояние болады. Герц, толқын. Мына радио
телефон келеді, бірақ көзімізге көрінбейді ғой, мына светтің толқынын ұстай алмайсың ғой. Радионың толқынын ұстай алмайсың. Ұстай алмасаң ол жоқ деген сөз емес қой. 91-де 7, 106-да 5, 101 бірдеңке деп радионы нетеміз ғой, толқын. Қараса қайдай толқын, білмейсің. Медитация кезінде тура сондай толқындар адамның тәнінен бөлінеді. Мидан электр толқын, жүректен магниттік толқын. Содан кейін аура деп атады. Көбі білмейді, бірнеке естіп алады. Ой, мына үйдің аурасы жақсы екен деп қояды. Естіп алған айтып біреу жақсы болсын, мына үйдің аурасы жақсы екен деп қояды. Аура деген не? Аура деген мидан электромагниттік өріс, электр өріс, жүректен магниттік өріс. Сол мына адамның денесін қоршайды. Байқасаңыздар, кейбір адамдардан ит қорқады. Иттен қорқпайтын адамдар болады. Бола ма? Үлкенде бір қойса, жап аузың дейді де жүре береді. Ана ит деп жата қалады. Кей адамдардан жылқы қорқады. Ал кей адамдар әйелдерге жылқы бағынбайды, солай ма? Келсе анам мінгізбейді ана жылқы. Неге? Неге деп ойлайсыздар? Неге жылқы қайдан біледі? Неге әйелге бағынбайды? Келіп мойнынан ұстап, ана атқа міне алмайтын әйелдер болса, ана жылқы мінгізбейді. Сезеді. Ол қалай сезеді? Адамның тәнінен электромагниттік өріс, миындағы қорқыныш, жүрегінде қорқыныш, ана тәнінен электромагниттік өндіріс, кәдімгідей өріс пайда болады. Жылқы сезеді, мынау қорқып тұр, ары жүре алмай сен мінгізбеймін дейді. Ал батыл адам келген кезде айтады, бір жануар, так десе ана тық етіп тұра қалады, солай ма? Мініп алғаннан кейін чү десе жөнеле жөнеледі. Қалай дегенде ол электромагниттік өндіріс. Мынаны қараңыздаршы қазір. Ана піл мынаны неге таптап кетпеді? Мына кісінің денесінен электромагниттік өндіріс қашан ми мен жүрек когерентні, екеуі үйлесімді жұмыс істеген кезде тәнінде электромагниттік өндіріс пайда болады да, ана оны қоршап тұр, оны ана піл сезіп тұр. Ит те сезеді, ат та сезеді, кез келген хайуан сезеді. Сондықтан сіздерге мына мидағы бүгін естіген информацияның бәрін жүрекке түсіру керек. Бүгінгі естіген ақпараттың бәрін мына жүрекке түсіру керек. Жүрекке қай уақытта түседі? Қазір медитация жасаған кезде. Көптеген адамдар маған, Ахметбек аға, қазақты ойласаңыз, неге сабақтарыңызды тегін бермейсіз? Курсқа қатынасуға ақшам жоқ деп жатады. Осы секілді мыңдаған пікірлерден кейін 12 күндік психологиялық өзгергім келеді атты тегін челлендж бастадық. Қатынасу үшін төмендегі сілтемені басыңыз.